Қайырлы күн менің көрермендерім. Бүгін біз мақ қосылған булочка, өзі тәтті, дәмді, ауызда еритін булочканың жасалу жолын көрсетемін. 500 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. ...250 мл сүтімізді құямыз. Мен ауылдан келген сүт еді, майлы, өзі сондай сап-сары. Және 70 грамм шекерімізді саламыз. 7 грамм дрожжімізді қосамыз. Және де 3 шай қасық сұйық майымызды құямыз. Сіздің сүттеріңіз қатты майлы болмаса, 3 ас қасық құйыңыздар. Менің сүтім майлы болғаннан кейін шай қасықпен құйдым мен. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Мен табағымда ұнымды әбден араластырып алдым. Енді осылардың біріктіру үшін осы жерге салып, қолға жабыспайтындай етіп әбден илейміз. Біздің қамырымыз осындай майлы, қолға жабыспайтындай болып дайын болды. Дайын болған қамырымызды 10 минут холодильникке сап қойдым. Енді қоспамызды дайындай берейік. 200 грамм магымызды жуып алдық. Жуып суын төгеміз. Магымызға газге қоямыз, бататындай су құйып қоямыз. Үстінен 350 мл су құйып, араластырамыз әбден. 20 минуттай әбден магымызды қайнатамыз, араластыра отырып. 170 грамм шекерімізді салып, шекеріміз ергенше араластыра отырып қозғаймыз. Енді 80 грамм сары майымызды саламыз. Сары майымыз ергенше әбден араластыра береміз. Біздің қоспамыз дайын болды. Осындай қою болу керек қоспамыз. Қамырымыздың июі қанды. Енді қамырымызды доп-домалақ етіп, жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді магымызды қамырымыздың үстіне жайып саламыз, бір тегіс қылып. Сосын майдалап ораймыз. Магымыз осындай қою болды. Макты да қайнатқан кезде әбден суы, сүті тартылу керек, қою болу керек. Кем дегенде 20 минут қайнау керек. Баяу отта. Сулар тартылмаса, мына жер бұлжырап кетеді қамырдың үсті. Магымызды бір тегіс қылып жағып болдық. Енді осы қамырымызды тығыз қылып осылай ораймыз. Тығыз болу керек. Орталары кеуек болып қап кетеді, тығыз болмаса. Біз қамырымызды орап болдық. Енді осыларды бөліктерге бөлеміз. Бір порциядан 14 бөлік шықты. Енді осыларды печкаға салып пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Бұлардың бетіне жұмыртқа жақпай, піскен кезде шоколад жақсаңыздар да болады. Сіздерге мақ қосылған булочка ұнайтын болса, міндетті түрде мен рецептімен пісіріп көріңіздер. Бәріңізге ұнайтынына сенімдімін. Маған қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.
мақ қосылған булочкам осындай сап-сары жұмсақ болып пісті. Сіздер де менің рецептіммен жасап, үйлеріңізде балдарыңызды, үйшілеріңізді қуантыңыздар. Бәрімізге ас болсын. Бәріңізге рахмет.